Сәлеметсіз бе, қазақ елі. Менің атым Пелагея Акефьева. Мен «Глазами истории» атты тарихи арнаның авторы Айбек Абдурахмановтың жұбайымын. Мен орыспын, күйеуім қазақ. Біз интернационалдық отбасында 14 жылдан бері бірге өмір сүріп келеміз. 2 балам бар. Қазақ мектебінде оқиды. Айбек өмірін қазақ халқының, түркі халықтарының, сондай-ақ орыс, украин, поляк секілді өзге ұлт өкілдерінің тарихын кеңінен насихаттауға арнады. Оның арнасында көтерілген тақырыптар көп. Қазақ көтерілістерінен бастап 1930 жылдардағы ашаршылық, алаш арыстары, жазушылар мен қоғам қайраткерлерінің тағдырлары туралы. Айбек шамамен 2000-ға жуық жазба жариялап, 400-ден астам бейнеролик түсірді. Бұл материалдар халқымыздың тарихына басқа қырынан қарап, өткенге тағзым етуге, өз болмысымызды тануға көмектеседі. Өзімнің де YouTube желісінде қазақ тілінде балаларға арналған арнам бар. Айбектің жазбаларынан ешқандай араздық немесе өшпенділік табылмайды. Керісінше, ол халықты біліммен қаруландыруға тырысты. Қоғамда өзара түсіністік орнатуға күш салды. Әрине, комментарийда арандатушы балағат сөздер жазатындар болды. Бірақ жолдасым оларға дәйекпен, тарихи деректермен, ғалымдардың еңбектеріне сүйене отырып жауап беріп жүрді. Айбек ешқандай ұлтаралық араздықты қоздырмады. Өйткені мен Айбектің жұбайы және менің туыстарымның бәрі орыс ұлтының өкілдеріміз, яғни балаларымыз жартылай орыс. Сонда ол қалай орыс халқына қарсы болуы мүмкін? Жалпы Айбек ешқашан басқа халықтарға қарсы болған емес. Ол білім, ақиқат үшін өткенді ұмытпау, өз тамырымызға деген құрмет үшін еңбек етті. Қазір Айбектің үстінен Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 174 бабы бойынша іс қозғалды. Әзірге ол қорғану құқығы бар куәгер мәртебесінде, бірақ айыпталушы атануы мүмкін деген қауіп бар. Бұл әділетсіз жағдайға біз бүкіл отбасымызбен алаңдаймыз. Өйткені Айбек жылдар бойы халықтың көзі ашылсын деп еңбек етіп жүрген жан. Кейде қоғам назары, бір ауыз қолдау сөз, бір репост адам тағдырын сақтап қалуы мүмкін. Қазақ елі, барлық азаматтар, президент мырза, мәжіліс пен сенат депутаттары, журналистер, құқық қорғаушылар, мен сіздерден Айбекті қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рахмет.